Бүгінгі өрнетін қайталатын сөздердің тізімін осылай болады: зеңбірек, маңдайша, қорау, беттеу, білек, сарқыт, тақырбас, көму. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Пушка, вывеска, составлять из отдельных частей, взять направление, предплечье, гостиниц, лысый, хоронить, погребать. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Бекіністі қорғау. Бекініс жаудың шабуылына даярланып жатты. Зеңбіректер қамалдың қабырғаларына орнатылды. Қаладағы көшелерде барлық жерде дұшпандарға қарсылық көрсетіп, жеңуге жолын аламыз деген жазылған маңдайшалар қойылды. Барлық халық танкке қарсы ор қазуға кірісті. Танкке қарсы кірпі деген қорғаныс құрылымы салынды. Бір күні қарсыластың әскері бекініске қарай беттеді. Олар зеңбіректен атуды бастады. Бекініс қоршауға алынды. Қоршаулардың қолбасшысы білегіне жараланды. Сосын оның тақырбасына оқ дәл тиді. Оның лезде қайтыс болды. Шайқастан кейін оны жерге көмілді. Оборона крепости. Крепость готовилась к нападению врага. Пушки были установлены на стенах. На всех улицах города были установлены транспаранты с надписью: «Оказав сопротивление врагам, мы добьемся победы». Весь народ вышел на рытье противотанковых рвов. Были установлены противотанковые защитные заграждения, так называемые ежи. В один день вражеская армия двинулась в сторону крепости. Они начали обстрел из орудий. Крепость была взята в кольцо. Командир защитников был ранен в руку. Затем пуля попала прямо в его лысую голову. Его смерть была мгновенной. После боя его предали земле.